Ассалаумалейкум оқырмандар, осындай керемет тауық етінен пирожки дайындайтын боламыз. Бұл орысша курник деп аталады. Дәмі керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Менің балаларыма, өзіме өте қатты ұнады. Осындай ерекше пирожки дайындап көрдім. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін мен кефир алдым, немесе суды пайдалануға болады. Сары май бөлме температурасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Одан кейін дрожж, тұз, шекер қажет және де ұн қажет болады. Ең алдымен кефирімізді құйып аламыз. Одан кейін дрожж бен шекерді салып жақсылап араластыратын боламыз. Сары майымызды құямыз да, оны да жақсылап араластырып, тұз салып, ұн салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымыз илеп болғаннан кейін бетіне майымызды жағып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Салмасына тауық етін пайдаланамын. Тауық етін майдалап, жұқа етіп тураймыз. Жуанын да дәл солай майдалап тураймыз. Картошканы да дәл солай жұқа етіп кесеміз. Енді салмасын жасаймыз. Тауық етіне жуа картошканы саламыз және дәміне қарай тұз, бұрышты қосып жақсылап араластыратын боламыз. Мен қолмен араластырдым, себебі жуаның кішкене соғы шығу үшін солай қолымен араластырып шықтым. Қамырымыз көтерілді. Енді бұл қамырымызды 12 немесе 14 данаға бөліп жасайтын боламыз. Осылай 14 бөлшекке бөлеміз де бетін салфамен жауып қоямыз. Бір қамырымызды алып, осылай дөңгелек етіп жайып, ішіне салманы салып және де ішіне сары майды осылай салып шығатын боламыз. Одан кейін жақсылап әдемілеп түйетін боламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін осылай жұмыртқамен бетіне жағып шығатын боламыз. Содан кейін кунжутпен осылай сеуіп әдемілесеңіздер болады. Содан кейін духовке 160 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Пирожкилеріміз дайын болды, лүпілдеп керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар, менімен бірге болыңыздар.